Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Назгүл. Бүгін біз сіздермен тауықтан жасалған осындай керемет соустағы французша етімізді дайындайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып жүруді ұмытпаңыздар. Алдымен тауықтың осындай төс етін жалпақ жіңішке етіп кесіп аламыз. Қалың болып кеткен жерлерін осындай арнайы ет тұрғышпен ұрып жіңішкертіп алсақ болады. Егер де етіңіз дұрыс кесілген болса, немесе осындай құралыңыз сізде жоқ болса, онда мұны жасамай-ақ қойса да болады. Енді бір қасық сұйық майымызды табамызда қыздырып, жаңағы ет тілімдерімізді салып, әрбір жағынан 1 минуттан қуырып аламыз. Енді соус дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязымызды осылай ұсақ кубиктерге бөліп турап аламыз. Онан соң ыдысымызға майонез және қаймағымызды саламыз. Егер де сізде қаймақ болмаса, немесе майонез болмаса, тек қана майонездің өзін, немесе тек қана қаймақтың өзін салсаңыздар болады. Сонан соң сақтап туралған сарымсағымызбен үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Соус дайын. Енді тамағымызды әзірлейтін формамызды дайындаймыз. Мен осындай 4 бөлшті протеинді қолдандым. Сіздер әртүрлі формадағы табаларды қолдана берсеңіз болады. Бетіне пергамент қағазын төсеп, май жақтым. Сонан соң осылай картоптарымызды жіңішке етіп турап аламыз да, бетіне бір қабат етіп төсеп, үстіне кішкене май жағып, тұз сеуіп, екінші қабатты дәл солай қайталайтын боламыз. Енді қызанақтарымызды дәл картоп сияқты жіңішке дөңгелек етіп турап шығамыз да, бетіне қойып шығамыз. Сонан соң арнайы әзірленген соусымызды тегістеп жағып шығамыз. Енді манаға әзірлеп қойған тауық төс еттерімізді бетіне төсеп, 200 градус қызып тұрған пешімізге 25-30 минутқа салып аламыз. Сонан соң бетіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді молынан салып, тағы да пешімізге 15 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын. Өте ерекше. Ірімшігі созылып, қаймақты соусы өте дәмді үйлесімде. Кешкі немесе түскі асымыз дайын болды. Ірімшікті жақсы көретіндер үшін таптырмас тағам деп есептеймін. Көріп тұрғандарыңыздай картопы да, тауығы да толықтай піскен. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып жүруді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.